Тағы да қайырлы таң, қымбатты көрермендер. 9-дан 44 кетті. Біз Таңшолпан бағдарламасын Елорда төрінен одан әрі қарай жалғастырамыз. Кімге дубляж жасап отырсың десек? Өз-өзіме дубляж жасап отырмын. Расымен бізде осы дубляжды үйреніп аламыз, Бәке, расымен. Бәлкім әнде айтуға болады. Ән дауыс шығып жатыр ма қалай? Бір әннің дауысы шығып кетті. Ән қосылып жатыр ма? Біреудің телефоны қосылып тұр ау Жоқ, бізде. ешкім қосылып тұр. Мен ойымша, әлде басқа бір дыбыс операторы. О, мен жақсы көретін әнім. Музыка қайдан келіп жатыр десек, Абылайдан келіп жатыр екен ғой. Бүгін жұма ғой, бүгін кішкене аптаның соңы, жұмыс аптасының кішкене демалсын, көңілдерімді аулайын деп шығып тұрмын. Не үшін келдім жалпы? Мен бүгін... Не үшін келдің, айтшы. Не үшін бізді Қазмедияда жүріп, бөлдің, айтшы. Қазмедияда жүріп, керемет қонақ тауып келдім сендерге. Оны таныстыру үшін, жалпы кім екенін көрсету үшін бір видеоролик бар, соны көріп алуымыз керек. Содан кейін Жақсы түсіндірсек. Қарамасаң да, қаламасаң да, саған көңілдіректі таба алмасаң да, жараласаң да жұдырықтай жүректі. Қалайда жүрегіңді жаулаймын абайла, арман болған арусың талайға, талайға. Алайдан басқаны жаным. Сөзінде керегі жоқ. Көпшілік қазір біліп жатыр бұл әншіні. Әлеуметтік желіде кәдімгідей хитке айналған әнші. Сол жігіт бүгін біздің студиямызда қонақта тауып алып келдім. Ауғантай Иса, кавер орындаушы, ән өңдеуші, композитор. Қарсы алайық, қайырлы таң, қош келдіңіз. Бірнеше өнер. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Төрлетіңіз. Бірге сұхбаттассақ. Аты да ерекше, өзінің стилі де ерекше, орындап жүрген әндердің кавер версиялары да ерекше. Жарай. Отыра ғой. Ауғантай, тағы да қош келдің. Қош көрдік. Жалпы Ауғантай деп атыңды қойған кім? Ерекше екен есімі. Менің атымды мамамның жездесі қойған. Мамаңыздың жездесі. Ненің құрметінен не мағына береді? Елдің бәрі көшіп жатқан кезде туғам ғой мен. Ел болып жатқанда туған. Ал Аука деп қойған кім? Аука деп өзім қойдым. Ауғантай деп айтсам бәрі қайтадан сұрайды да, деп түсінбей қалады, одан кейін Аука дей саламын. Аука деп сөйлесек онда, иә? Аука деп сөйлесе берейікші. Аука, енді қазір кавер орындаушылар, Гүлнар апай, сізді жақсы білесіз ғой. Кавер орындаушылар қаптаған уақыт, барлығы гитара ұстағандардың, банағы әншілердің әнінің өздерінше орындап, жаңаша стильде, басқаша бағытта орындап жүр. Қалай ойлайсың жалпы? Әнші болып танылғаннан гөрі қазір кавер орындаушы болып жалпы танылған оңайырақ сияқты болып кеткен сияқты. Өзің ойың қалай осы тарапта? Оған қосыламын негізі. Әнші көп өйткені қазір. Жаңа ән шығаратын болсаң, оны бірден халық танымайды. Әнші ретінде мінекені, осы кісіге қарап айтсаңыз болады. Жаңа әндер шығарып көрдім, басында өзімнің әндерімді түсініп көрдім. Бірақ танылу қиынырақ болды. Әнші ретінде танылу қиын болды. Бірақ негізі түпнұсқаны, яғни оригиналды орындаған әншілер кавер версиясын басқа бір жастар орындап жатқан кезде, жігіттер, қыздар, қорқыныш болу керек бойда. Себебі оригиналдан да сен асып түсуің керек. Осы ретте сенің жолың болды деп айтуға болады. Себебі сенің орындауындағы әндер, кавер версиялар қазір орындалып жатқан, мен сол әндер тыңдағаннан кейін оригинал тыңдай алмай қалдым. Қабылдау қиын болды. Иә, қабылдау қиын болып жатыр. Басқаша стильде алып келдім да, басқа қырынан. Ол ән бұлай да күшті, мына жағынан да күшті, екі жағынан. Бұлай тыңдасаң да күшті, бұлай тыңдасаң да күшті. Маған қатты ұнағаны, енді өзімнің ойымды айтайыншы, Төреғалидың "Менің толқыным" деген әнін енді мен күнде үйде таңертең қосамын, үйге кірген кезде қайтадан қосамын. Сол әнді тыңдауға жанды дауыста қазір мүмкіндік бар? Иә. Толқынымды тыңдайықшы. Менің толқыным деген, енді білмеймін, ерекше орындап, ерекше жүрекпен жеткізді халыққа. Маған ешкім ұнамайды, сен ұнайсың. Маған ешкім шыдамайды, сен шыдайсың. Бағымның да тең жартысын сен қорайсың. Ғашық болып көрмеп едім мен болайшын.
анасынан дара туғаным, қабырғамнан жаратылғаным. Махаббатым, мархабатым, менің толқыным. Түсінетін сендегім бар сөздің төркінін. Асыл жарым басындағы баянды бағым. Бір сен үшін жаным құрбан, аяулы жарым. Рахмет үлкен. Енді тағы бір байқағанымыз, сенің каверларындағы жалпы әннің стилі, орындалу стилі, жаңағы жылдам темптегі әндерді ақырын, жаңағы вальстің есіне салып, ырғағына салып орындау ғой. Енді осы тарапта, осы орайда бір ойын ойнасақ деп отырмын. Ол өте қызық. Әдейі айтқан жоқпын. Тақта бекер тұрған жоқ қой мына жерде. Айтпай келдім, бір тосыннан болсын деп, шынымен қазір мына тақтада жасырылған әндер бар. Бұл әндер қазіргі тойда да, жалпы эстрадада кәдімгідей өте жылдам темптегі әндер, соны өзің стилінде, өзің күнде айтып жүрген әндерің ғой. Соны кавер орындап берсең. Ақырын темпте, ақырын еді. Ал біріншісінен бастайық. Сөздерді ұмытып қалмасақ енді. Мария чип-чип-чип. Чип-чип-чип дейді. Мінеке біздің ғалымжан да бәрін дайындап қойды. Бірінші ән. Тыңғылықты дайындалып келдім бүгінгі эфирге. Яғни жылдам темптегі әндерді қазір аука ақырын. Бір қайырмадан? Иә, ақырын орындап көреді. Бұл әнді тыңдамағалы қаншама уақыт өтті? Иә, көрейікші. Мария Магдалена, талайдың арман едің, жүректің болған емі, өзіңсің жаным. Ай, чип-чип-чип, чип-чип-чип, ай, чип-чип-чип, Сонда да билейін келіп отырады. Чип-чип-чип, ай. Келесі әнге көшейік. Келесі, мына жағынан бастайыншы мен. Ақмаржан. Ақмаржан. Заттыбек. Кезінде билеткен, қазірде өзектілігін жоғалтпаған ән болды. Жұмысың жақсы кетті. Мәтін әкеліп беруші. Рахмет. Қызметім осы. Компьютер дайын тұр ана жерде. Төсібем жанардан жақұт құма, жұбатты кеп ақ жеңгем бақыттыра, көрінесің көңілдің алшыңында, сенен гөрі мен екем бақыттыра. Бар асылым қимасым жанашырым, дарасылым тұп-тұнық қарашығым, сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Сағынғанда Ақмаржан, сағынғанда Ақмаржан, талашығым. Болды әдемі шықты. Аука, біздің саған бір өтінішіміз бар. Енді кішкене өзіңнің тарапынан бір екі не қоссаң әндерге. Дәл сол күйінде емес, өзің бір фантазияңды қосып мүмкін орындап жіберуіне де болады. Жаңа әннен кейін Заттыбек ағамның жүрегін ұстап қалдым. Ал кетті. Келесі. Қандай? Қызыл өрік. Қазір принтерден шығарып берейін. Принтерден шығарып берейін қазір. Қызыл өрік, келесі ән. Қызыл өрік төгілгендей, қара шашың өрілгендей, сенің нұрлы дидарыңнан күннің көзі көрілгендей. Қызыл өрік, сүйіп қалдым сені көріп. Қызыл өрік, қойшы маған көңіл бөліп. Бұл әнді мен көңілді емес, бір мұңды ән сияқты екен. Иә, мұңды ән сияқты. Негізгі мотиві. Бұлан жақсы келеді екен негізі. Жарайды. Келесі. болады екен десек. Бұл ән жоқ қой сіздің. Ал, мінеке.
Ең кішкене қиындау бән. Шаршама, тек шаршама, сол ма? Мәтін бар ма? Мен де мәтін тасудан шаршамаймын. Ғалымжан бұрын караокеде жұмыс істеген сияқты ғой. Бұл ән жоқ, Мәтіндері дайын айтыр. Әні қалайды өзі? Шаршама, тек шаршама. Ал ол жерде сенің нағыз импровизацияға қабілетің көрінеді, ал. Мүмкін басқа өнмен айт. Ең бастысы қайырмасы. Шаршама тек Өзің жауап тұрды. Несін қосып атыр. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір белейін шаң шығар ортада. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір белейін шаң шығар ортада. Келме сияқты болды. Соңғысын көрейік. Мотиві өзгерді. Ең бастысы сол бізге керек, ә? Келесі Қыз бала. Қыз бала. Қыз бала гүл. Серік Ибрагимовтың әдемі әндерінің бірі. Болды, енді басқа ән айтпаңдар, менде мәтін жоқ. Ал кеттік. Қыз бала. Қыз бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қыз бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қарақат көзі қасыңа, қарайсың көңілің жай болып. Қарақат көзді қасыңа, қарайсың көңілің жай болып. Қыз бала гүл, қыз бала жыр, қыз бала ертеңіз ғана бұл. Менде сендей қызғана біл. Ай, жарайсың. Керемет, рахмет. Енді жалпы сен кавер орындап, жаңағы видеоларды көрдік қой, үздіктерін қалайда бар, толқыным бар, диета кезеттің әндері бар. Сол әннің өзінің орындаушыларынан қандай да бір комплимент болмаса, бір көңіл толмаушылық деген сияқты нәрселер болды ма? Жоқ, Тарапынан. керісінше жақсы болды. Мен ол кісіге Жақсылықтарын Жасұлан аға білдіріп бірінші жібердім. Ол кісі бірден ұнатып, ой, рахмет бауырым, жақсы жасапсың деп өзінің инстаграм парақшасына салып маған қатты қолдау көрсетті. Рахмет айтқым келеді. Төреғали да, Қуандық бауырымыз да Мен Төреғалидің бірден парақшасы қолдау арқылы көрсетті. таныдым өзімді. Енді қымбатты көрермендер, бүгінгі әндердің қазіргі кавер версиясында орындаушы, бірден бір ерекше орындаушы Ауғантай Иса бүгін бізде қонақта болды. Әлі талай өнерімен сіздерді таңғалдырады деген ойдамыз. Енді өзінің орындауындағы тамаша бір әнді Авторларға әні. ешкім орындамаған. Қазір сіздерге тыңдауға мүмкіндік береміз. Сәттілік саған, сахнаға. Рахмет. Қымбатты көрермендер, біз сіздермен осындай әдемі нотада келесі бағдарламада аман есен жүздескенше дейміз. Жасырдым сезімімді мен, айтуды жөн көрмедім, өзіңді тең көрмедің, жандырдың өзегімді сен. Сүйгенің бар екенін, өзгеге жар екенін сезілді көздеріңнен.
айтам